Сен түсінесің ғой. Мынау дәл осы қазір отырмыз ғой, дәл осы қазір отырғанымызды қанша уақыттан кейін сағынамыз. Дұрыс па? Ой, шіркін, сол қайтадан сондай отыра аламыз ба, отырмаймыз ба, бір Құдай біледі. Білдің ба? Сондықтан әрбір адам әр күнгі өткен өмірін бағалау керек. Бір осы бүгін сенімен кездестің ба, кеше мынамай, ертең тағы басқа біреумен кездесерсің мысалда. Соның өзі сағыныш болады екен бірнеше жылдан кейін. Оған дейін ол бірнеше жыл өтіп кеткенде Құдай біледі, ол кім қанша жас өмір сүретіні. Ол адам бар бола ма, жоқ бола ма, мысалы. Мына әр күндеріңді бағалаңдар. Әр күндеріңді бағалаңдар. Осы бас аман, бауыр бүтін, ағайын туғанменен, жора жолдаспенен сыйласып, сүздесіп, мына бір дастарханнан дәм татып отырғанның өзі бір үлкен бақыт.